Сәлеметсіздер ме 9 сынып оқушылары? Біз бүгін 4 тоқсанға арналған атом ядросы бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың бірінші нұсқасын тапсырмаларын орындап үйренеміз. Бірінші тапсырма: тізбекті ядролық реакцияның схемасын көрсетіңіз. Бұл жерде бізде мына В суреті ұқсайды. Уран ядросын нейтронмен атқылағанда екі ядроға бөлініп басталады, сондықтан бізге В суреті сәйкес келеді. Екінші тапсырма: ядролық реакциядағы ядроны атқылаған бөлшекті анықтаңыз. Мына жердегі бөлшекті анықтаймыз. Ол үшін реакцияның оң жағындағы массалық саны және протон саны сол жағына тең болу керек. Оң жағындағы массалық санды есептейік. 14 қосылған 1 15, мына жақта 13. 2 болады, 15 болу үшін. Ал протон саны 7 0. Мына жақта 5 2. Гелий. Үшінші тапсырма: суретте 4 атомның құрылысы бейнеленген, қара нүктелермен электрондар бейнеленген бор атомының суретін табыңыз. Мына жерде бізде протон саны 5-ке тең, протон саны мен электрон саны тең деп аламыз. Енді мына жерде қара нүктелер бізге электрондар деп тұр. 1 2 3 4 5. 5 электрон болса, онда мына борға сәйкес келеді. Үшінші сурет. Төртінші тапсырма: жаңалықтарды ашқан ғалымдарды анықтаңыз. Бірінші радиоактивтілік, оны ашқан Беккерель. Протон Резерфорд. Нейтрон ол Чедвик. Бесінші тапсырма: дейтерий изотоп ядросының байланыс энергиясын анықтаңыз. Дейтерийді жазып алдық. Протонның массасын, нейтронның массасын және ядроның массасын жазып аламыз. Байланыс энергиясын анықтаймыз. Бұл жерде массалық саны 2-ке тең. Протон саны 1-ге тең. Нейтрон саны 1-ге тең. 2-ден 1-ді азайтамыз. Бірінші масса ақауын анықтап аламыз. Оның формуласы протон саны көбейтілген протонның массасы қосылған нейтрон саны көбейтілген нейтронның массасы азайтылған ядроның массасы. Енді сандық мәндерін орнына қоямыз. Протон 1-ге тең, көбейтілген протонның массасы қосылған нейтрон саны 1-ге тең, көбейтілген нейтронның массасы азайтылған ядроның массасы. Мап болады. Барлығын есептегенімізде 0,00184 мап болады. Енді байланыс энергиясын табуымыз керек. Ол дельта М көбейтілген С квадрат. Дельта М'ді таптық біз масса ақауын. Көбейтілген С квадрат дегеніміз ол 931,5 мега электрон вольт бөлінген мап деп жазуымызға болады. Маптар қысқарып кетеді. Тең 1,171 мега электрон вольт болады. Жауабы 1,171 мега электрон вольт. Алтыншы тапсырма: алтынның изотопының ядросы электронды бетта ыдырайды. Нәтижесінде қандай ядроға түрленеді? Ыдырау реакциясын жазып көрсетіңіз. Мына жерге жазып көрсетейік. Бетта ыдырау берілген. -1-де 0. Массалық саны өзгермейді. 207. Ал протон санына бір сан қосылады. 80. 80-ші элемент ол сынап. С нұсқасы дұрыс екен.
Жетінші тапсырма: радиоактивті элемент 8 тәулікте 4 есе кеміген жартылай ыдырау периоды неге тең? Уақыты 8 тәулік, 4 есе кемігендіктен оны n0 бөлінген 4 деп аламыз. Енді формуласы n тең n0 көбейтілген 2-ның минус t бөлінген период дәрежесінде. Мына n деп отырғанымыз n0 бөлінген 4 тең n0 көбейтілген 2-ның минус t бөлінген период. Мына жерде n0-дерді қысқартып жібереміз, сонда мына жерде 4-те 1 қалады. 4-тен 1 қалады. Тең болады 2-дің минус t бөлінген период дәрежесі. Енді 4-тен 1 дегеніміз ол 2-ның минус 2 дәрежесі. Тең болады 2-ның минус t бөлінген период. Енді негіздері бірдей болғандықтан тастап кетіп жазуымызға болады. Минус 2 тең минус t бөлінген период. Осы жерден мына минустар қысқарып кетеді. Мына периодты табатын болсақ, t бөлінген 2. Сандық мәндерін орнына қояйық. Бізде уақыт 8 тәулік. Бөлінген 2 тең 4 тәулік. Жауабы 4 тәулік. Оқушылар осымен бүгінгі атом ядросы бөлім бойынша жиынтық бағалаудың бірінші нұсқасын тапсырмаларын талдау аяқталды. Келесі сабақта екінші нұсқасын талдайтын боламыз. Кездескенше сау болыңыздар.